Сенің келгенің жақсы болды ғой, жалғызсырап кетіп едім. Бүгін бірінші күнім болса да қатты шаршадым. Апам мені ұнатпайтын сияқты, жетім екемді бетіме баса береді. Не істесем де жақпады, мүмкін бөлек шығамыз. Жаным, аздап шыдашы. Ол кісі сен тезірек үйренсін, ширақ болсын деп қатал болғаны ғой, негізі жақсы адам. Ертең ағам мен жеңгем келеді. Абысыныңмен танысып, бірге манты жасаңдар. Сәлем бердік қайнаға. Келінжан, бақытты бол, үйде бәрі бар ма? Ұзақ жол жүріп шаршап қалдық. Отбасымызға үйренісіп қалдың ба? Мінездері бал емес әрине, үндемей құтылғаның жөн. Апама ұнамайтын сияқтымын, бірақ барынша тырысып жүрмін. Өзіңіз қанша жыл болды келін болғаныңызға? 7 жыл болды. Басымнан талай оқиға өтті. Сондықтан бөлек шықтыңыз ба? Жоқ, олай емес, себептері өте көп, және саған оны білудің керегі жоқ. Әй болсаңдаршы, үйдегілер аштан өлетін болды ғой, өсек соқпай тездетіп жасаңдар. Жақсы апа, тез арада дайын болады. Апа, келіндеріңіз сізден үйренетіні көп, әлі де бос. Әлі уақыт бар, үйренбей қайда барады. Тамақтан соң складты тазала, шаң бас. Жақсы апа. Мә, сұмдық, мұнда 40 жыл бойы уборка жасалмаған ба? Бұл отбасының құпияларын бір-бірлеп ашқыңыз келсе, комментарияға жалғасы деп жазыңыз, және парақшама тіркелуді ұмытпаңыз.